Сәлеметсіздер ме? Сіздерме онлайн проект Рослидера Фаберлик компаниясына оның жеке тікелей парақшасына кіру үшін және де өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіру үшін сіздер Android арқылы, яғни сотовый телефон арқылы немесе компьютер арқылы барлық функцияларын игергіңіз келсе, мынандай Google арқылы немесе Яндекс кез келген әлеуметтік жүйе арқылы кіре аласыздар. Кіріп мынандай поиск деген жерге, яғни іздеуші парақшаға Фаберлик деп жазасыздар. Орысша болсын, қазақша болсын жазған кезде сізге интернет жүйесі бірнеше нәтижені береді. Соның ішінде мына жерде көріп отырғандарыңыздай faberlic.com деген ресми парақшаға кіру қажет. Басамыз. Міне сіздер ресми парақшаға кірдіңіздер. Міне көріп отырсыздар, осы әр каталог сайын, әр кезең сайын компания неше түрлі сыйлықтар береді. Міне осы кезеңде тегін тіркелгендерге мына сыйлықтар жаңағы сыйлыққа келеді. Енді мына жерге өзіңіздің консультантский номеріңізді жазасыз. Сізге SMS сообщениемен келген консультантский номеріңізді жазып, және оны енгізгеннен кейін мына жерге келген келесі пароліңізді енгізесіз. Пароліңізді енгізесіз. Пароліңізді енгізіп болған соң, мына жерге войти деп басасыз. Войти деп басасыз. Міне басып, войти деп басып кіресіздер. Жеке кабинетке кірген кезде, мына қарап отырсаңыздар, кабинеттің негізгі парақшасы ашылды. Міне, мына жерде сіздер адам тұрған жерге бассаңыздар, өздеріңіздің фамилия, имя, отчестволарыңыз шығады. Мына жерде біз өзіміздің консультанттықын жаздық. Мына фамилияға басқан кезде, мына жерде барлық функциялар ашылды. Көріп отырсаңыздар, өздеріңіздің ваш консультант деген жерге кіріп, регистрация, мысалға регистрацияға кіріп, адам тіркей аласыздар, мысалға мына регистрацияға бассаңыздар, өздеріңіздің номерлеріңіз осылай жазылып тұрады, және де фамилия, имя деген жерлердің барлығын толтырып, адам тіркеулеріңізге болады. Және кері қайтып, кабинетте қарап отырсаңыздар, мына жерде шақ бағдарламалар қалай орындап жатсыз. Орындаған сайын әр шақта сізге әртүрлі сыйлықтар келеді. Орындаған сайын мына жерде орындалды деген өйстіп қызыл сызықпен жазылған тұрады. Және мына жерге адамға бассаңыз, бүткіл кабинеттің қандай мүмкіндіктері бар, міне көріп отырсыздар, отчеты, мысалы ең басты жұмыс жасайтын, ол структурамен жұмыс жасайтын. Отчетқа кірсеңіз болады, моя структураға кіріп қарасаңыздар болады. Обратный связь, ол компаниямен байланыс, мысалға компанияның басшылығына өзіңіздің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, сол арқылы кіре аласыздар. Бизнес деген приложениесіне мына жердегі функциясына кіріп, қарап отырсаңыздар, өздеріңіздің бизнесіңіздің жалпы жолын әрі қарай қарастырып жөндей аласыздар. Енді мына жерде сіздер міне компанияның қалай акцияларын қолдануға болады, қандай акциялары бар, қандай акциялар жалғасуда, міне мына жердегі барлық карантин кезіндегі доставка туралы бүткіл жаңалықтарды біле аласыз. Мына жерде өздеріңіздің балдарыңыз қанша жасалды, командамен ОЛГ жаңағы командаңызбен қанша, өзіңіздің жеке командаңызбен және общий группамен қанша жасадыңыз, барлық балдар тұрады. Мысалға қарап отырсаңыздар, мына жерде VIP стаж деп тұр, көріп отырсаңыз, 100 балдан жасайтын болсаңыз, мысалға мына жердегі консультантымыз прошлый период көріп отырсыздар, өзі жеке 100 бал жасап 3%-ға шыққан. VIP консультант стажы басталды. Мына жерде қаншалықты стаж жасалды, соған байланысты сіздерге бір затқа әр каталог сайын 70% VIP статусқа скидка, яғни жеңілдік беріп отырады. Тағда басқа мәселелерді қарастыра аласыздар. Мына жердің барлығын зерттесеңіздер болады. Акциялар, жаңадан шыққан заттар, прайс-лист, обучениеге кіріп, бүткіл қандай компанияда обучение жүріп жатыр, барлығын көре аласыздар. Және кейбір кезеңдерде карточкалар беріледі. Сол карточкалардың артындағы промокодтарын енгізіп, қосымша жеңілдіктерді ала аласыздар. Ең астына түскен кезде сіздер көріп отырғандай, компания, сервис, партнерство деген жерлерге, міне компанияға кірсеңіз, о бренде дейді, мысалы осы жерде Фаберлик туралы барлығы, тарихы, шығу тарихы барлығы жазылған. Так, мына жерде осының барлығын көріп жасай аласыздар. Былай қарап отырсаңыз, кабинетті міндетті түрде барынша ақпараттарды көре аласыздар.
Міне осындай барлық компания туралы ақпарат міне полностью шығады сізге, патенттері компанияның, міне компанияға тағы да басып, оның бренд туралы, сонымен қатар научный разработка, қандай компанияның заводтары туралы, патенттері туралы, научный центр разработка, бәрін қарап оқи аласыздар. Мына жердегі болсын, мына төбеде көрсетілген ақпараттарды басып болсын, барынша продукция туралы да қарап, және осы арқылы заказ беріп адамда тіркей аласыздар. Молынан барынша өз кабинеттеріңізді зерттесеңіздер болады. Енді мен сізге жалпы шолу жасап кеттім. Әр адам тіркеу туралы, қалай оплата жасау, яғни төлем жасау туралы, қалай заказ дұрыс жасау, адам тіркеу, осының барлығы туралы жеке-жеке видеода айтамыз. Менің видеом ұнаса, сіздер осы видеоның астына кәдімгідей бас бармақтарыңызды басып, лайк қойып, және комментарий жазыңыздар. Ал егер осы компанияға тіркелмеген болсаңыздар, сіздер кез келген осы ақпаратты берген кісіге тіркеліп, өздеріңіз осы компания арқылы, біздің кеңесшілер арқылы тегін ақпараттарды алып, және де табысқа көтеріліп шығара аласыздар.